Құрметті тыңдармандар, арнама қош келдіңіздер. Әулет құпиясы 23 бөлімі. Шағла үйден бір заттарды іздеп жүрді де, әпкесінің жанына барып: «Әпкетай-ау, сен менен не жасырып жүрсің? Мен бәрібір де білемін» деді. Доған болса қарындасы Мелектің жанына келіп: «Сені бұл жағдайға жеткізген кім? Саған телефонды берген кім, қарындасым?» «Аға, оны маған Кенжо берді. Бірақ Кенжо жаман оймен, арам оймен бермеді». «Ал дәріні қайдан алдың?» «Дәріге Кенжоның дым қатысы жоқ. Мен оны ұрлап алдым. Сөйттім де өзіме қол салдым». «Қарындасым, сен неге Кенжомен байланысып жүрсің?» «Аға, ол жақсы адам ғой. Сен уайымдама». «Аға, маған олай қарамашы» деді Мелек. «Мен қалай қарап тұрмын» деді. «Мен сені өте қатты жақсы көрем, қарындасым. Аға, дәрі ішсем сен менен құтыларсың деп ойладым. Құтылған мен не пайда, қарындасым? Сен менің өмірімсің, өмірімнің мәнісің» деді. Осы кезде жеңгесі кеп: «Бізде кірейік» деді. Ал адвокаты Йылмаз: «Болды, Мелек әлі де тұтқында. Бұл жерде топырламай барлығымызда қайтайық» деді. Сол кезде анасы: «Мен қалайын? Аналық махаббатымды, мейірімді беріп қолдайын» деді. Доған келісті. Ал Кенжоның жасырын сығалап тұрған көрген Доған артынан барып: «Сен мұнда не істеп жүрсің?» деп соққыға жыға бастады. «Аға» деді. «Мен саған аға болмайым» деп Доған ашуланды. «Сен мұнда не істеп жүрсің? Мен Мелекті сүйемін». Ал Доған болса Кенжоны аямай соққыға жығып, Бехрамға бейне жазба арқылы қоңырау шалды. Оны көрген Бехрам: «Сен не істедің менің адамыма?» деді. «Адамыңды бұл жерден алып кет. Бізден аулақ жүріңдер» деп телефонды сөндіре салды. Ал үлкен тәтесі бірдеңелерді оқып: «Сенің бұлай істегенің дұрыс емес, Мелек» деп айта бастағанда анасы: «Тәте, болды енді. Қойыңызшы, ескінені қозғамай» деді. «Шындықты айту керек, қарағым» деді. «Сіз мені әрдайымда аналық махаббатымды сынап келесіз» деді. Ал Доған болса Кенжоны Бехрамның алдына лақтырды. «Әулетіңнен аулақ жүріңдер, айтпесе оңбайсыңдар» деді. Ал кешке барлығы үйіне келген кезде Ләйлім тәтелері қатты ашуға мініп: «Менің бауырым әлі өлген жоқ. Тахир өлім аузында жатқанда барлығында өз пайдаларыңды көріп отырсыңдар. Мелектің осындай жағдайға түскені де сендер кінәлісіңдер» деді. Сол кезде Гүлсан: «Тәте, бұл жерде сендердің кінәлерің, ал әкем екеулерің» деді. Осы кезде тәтесі қол көтергенде Сефа қолын ұстап қалды. «Кеу бала, сен өз орныңды біл» деді. «Мен өз орнымды білем, бірақ мен әйеліме қол көтергізіп қарап тұра алмаймын. Мен әйелімді қорғауым керек» деді. Барлығы да шу шығып кетті. Ал Шағла болса жаңа қорапшаны аша алмай жатқанда әпкесі Махинұр келіп тартып алмақшы болды. «Бұның ішінде Синан екеулерінің естеліктерің бар ма?» «Әпке, Синан екеулерінің араларында не бар? Айтшы маған, бар шындықты жайып салшы, әпке» деді. Сол кезде ашуланып жатқанда үйлеріне есікті ашқанда Доған келіп қалды. «Шағла, тыныштық па, бәрі жақсы ма?» деді. «Иә, ештеңе болған жоқ. Бірақ мен бар құпияны айтам» деп отқанда әпкесі айтпауын өтінді. «Шағлаға ештеңе айтпа, Доған ештеңе білмесін» деп ымдады. «Жарайды, әпкем екеуміздің арамыздағы жай ғана ұрыс тартыс» деді. Ал Доған Шағланы алып кетуге келгенде әпкесімен қоштасып кете барды. Ал Сефа болса әйелі Гүлсанды: «Гүлсан, мен сені өте қатты жақсы көрем. Мен сенің күйеуіңмін» деді. «Бүгін құтқарғаныңа рахмет» деді. «Мен сенен рахмет алу үшін емес, саған қамқор болу үшін». Гүлсан Сефаға ауруханаға апарып тастауын өтінді. Ал Бехрам болса өтірік Кенжоға әкесі жайлы, яғни ауруханаға барғаны, сені маған тапсырғаны
жайлы бар шындықты айтқандай болды. Сол кезде Генжо кешірім сұрады. Менің ойыма небір жаман ойлар келді, аға, деді. Адвокат прокурор ханым келіп, Доғанға барлығына Мелик ханым кінәлі. Ол тарға басқа қамалу керек, деді. Жоқ, адвокат ханым, тойға шақырусыз келген Шағла ханым сияқты біреулер болуы мүмкін ғой, деді. Ал Доған болса Шағладан күдіктенетінін сөзбен тиісіп айтты. Бірақ Шағла ештеңеден күдіктенбегендей болды. Ал Мелик пен Гүлсан оңаша қалып, Шемшек мырзаның осындай істер жасағанын, маған дәрі бергенін, сол дәрін ішуге мәжбүр болғанын, осы күнделікті біреудің қолына түскені бар шындық жасырылғаны. Сол кезде Гүлсан өзіне біреу найзағайы бар біреу жазып жүргенін айтқанда апасы кіріп қалды. Сол кезде ештеңе болмағандай көздерін қысып тыныш қана күлімдеп отыра берді. Ал Доған болса, менің қарындасым, ешкімге зияны жоқ, шыбынға да зияны жоқ адам. Білмеймін, ең басты сіздің күдікті болып отыр. Басқа ешқандай да күдікті адамдарды көріп тұрған жоқпыз, деді. Ал сол кезде прокурор кеткен кезде Шағла ашуға мініп Доғанға, сен неге маған қарап, бір нәрсені айтқың келіп, бірдеңеден күдіктенетін сияқтысың, деді. Жоқ, сен неге ойлайсың? Мүмкін сен әкеме қастандық жасадың ба, деді. Мен 5 минутқа ғана Такир мырзаның кабинетіне кеттім. Онда да сен жібердің. 5 минутта адамнан соншама қан кетуі мүмкін бе? Сен дәрігерсің ғой, деді. Мүмкін емес деген адамнан мүмкін нәрсе шығуы мүмкін. Шағла, сен өте қу қызсың, деп Шағланың намысына тиетін сөздер айтты Доған. Сен мені өте қатты танимын деген едің. Сен мені ешқашанда тани алмапсың, Доған, деп Шағла қатты ашуланды. Сөйтті де артына қарамай кетіп бара жатқанда Доған оны тоқтатпақшы болды. Бірақ Шағла тоқтамады. Фильмнің жалғасы бар.